Леуліктер 10 тарау. Харонның Надап пен Абиху есімді ұлдары шоқ салатын табаларын қолдарын алып, оларға оттың шоғы мен хош иісті шайыр салды. Алайда олар жаратқан иенің алдында оттың ол бұйырмаған бөтен түрін ұсынды. Сол себепті жаратқан иенің алдынан бір от лап етіп шығып, оларды жалмап қойды. Осылайша олар сол жерде жаратқан иенің алдында өлді. Сонда Мұса Харонға: жаратқан иенің маған жақындап келетіндер арқылы өзімнің киелі екенімді көрсетемін. Барлық халықтар алдында салтанатты ұлылыққа кенелемін дегені осы туралы болатын деп түсіндірді. Содан Харон үндемеген күйі қала берді. Мұса сонда Харонның әкесінің інісі Узиелдің ұлдары Мишаил мен Елсапанды шақырып алып, оларға: мұнда келіңдер, мына туысқандарыңды киелі орыннан алысқа, ел қонысының сыртына алып кетіңдер деп тапсырды. Олар келіп, екі өлікті үстеріндегі ұзын көйлектерімен бірге көтеріп алып кетіп, Мұсаның бұйрығы бойынша қоныстың сыртына шығарды. Содан соң Мұса Харон мен оның қалған ұлдары Елазар мен Итамарға: аза тұтып жалаң бас жүріп, шаштарыңды жайып жібермеңдер, және көйлектеріңнің өңірін айыра жыртпаңдар. Әйтпесе өздеріңде өлесіңдер. Әрі жаратқан ие бүкіл қауымға да қаһарын шашатын болады. Алайда бауырластарың Израильдің бүкіл халқына жаратқан ие өртеп құртқан сендердің ағайындарыңды жоқтап аза тұтуларына болады. Жаратқан ие сендерді осы қызметке май жағу рәсімімен тағайындағандықтан кездесу шатырының кіреберісінен шықпаңдар, әйтпесе өлесіңдер деді. Содан олар Мұсаның жеткізген бұйрығына сай істеді. Содан соң жаратқан ие Харонға нұсқау беріп былай деді: сенің өзіңе де, ұлдарыңа да кездесу шатырына кірген әрбір кездеріңде не шарап, не басқа да ашытылған сусындарды ішулеріңе болмайды, әйтпесе өлесіңдер. Бұл өздеріңе, болашақ ұрпақтарыңа берілген тұрақты ереже. Сендер ненің киелі, ненің киелі емес жай екенін, және ненің таза да адал, ненің арам екенін ажырата білулерің керек. Израиль халқына менің, жаратқан иенің, Мұса арқылы тапсырған барлық ережелерімді үйретуіңде қажет. Кейін Мұса Харон мен оның қалған ұлдары Елазар мен Итамарға тіл қатып былай деді: жаратқан иеге өртелу арқылы ұсынылған тартулардан қалған астық тартуын алыңдар. Оны аштықсыз дайындап, құрбандық үстелінің жанында жеңдер. Себебі бұл жаратқан иеге бағышталған ерекше киелі тарту. Оны тек киелі орында ғана жеңдер. Бұл жаратқан иеге өртелу арқылы жасалған тартулардан өзіңе және ұлдарыңа арналған үлес. Маған берілген бұйрық осындай: ал құрбандықтың жаратқан иеге әрі-бері тербеп ұсынылған төсін және жоғары көтеріп ұсынылған санын өздеріңе және ұл қыздарыңа жеуге болады. Себебі сол бөліктер Израильдіктердің жаратқан иемен қарым-қатынастарына ризашылық білдіретін құрбандықтарынан саған және ұлдарыңа берілген үлес. Осы етті тазару рәсімі жасалған бір жерде жеңдер. Израильдіктер құрбандықтың өртелу арқылы ұсынылатын майлы бөліктермен бірге жоғары көтерілетін санын және тербеп ұсынылатын төсінде әкелсін. Оларды жаратқан иенің алдында әрі-бері тербеп ұсынсын. Жаратқан иенің бұйрығына сай құрбандықтың оң жақ саны мен төсі сендердің өздеріңе және ұлдарыңа берілген тұрақты сыбаға. Мұнан кейін Мұса күнәнің құнын өтейтін құрбандық ретінде ұсынылған теке туралы сұрастырып, оның өртеліп кеткенін білді. Сонда ол Харонның қалған екі ұлы Елазар мен Итамарға ашуланып былай деді: күнәнің құнын өтейтін құрбандықты неге киелі орында жемедіңдер? Осы құрбандық ерекше киелі. Ол қауымның күнәларын арқалап, жаратқан иенің алдында халықты күнәнің арамдығынан тазарту үшін сендерге берілген еді ғой. Оның қаны киелі шатырдың ішіне апарылмады. Сондықтан сендер менің бұйырғанымдай оның етін қасиетті орында жеуге тиістедіңдер. Сонда Харон Мұсаға былай деп жауап берді: бүгін олар жаратқан иенің алдында
күнәнің құнын өтейтін және түгелдей өртелетін құрбандықтарын ұсынды. Ал енді осы жайт басыма түсті. Бүгін күнәнің құнын өтейтін құрбандықтан жегенімде, жаратқан ие маған риза болар ма еді? Осыны естігенде Мұса онысын мақұл көрді.